Асау барақ дастаны. Бұл дастанды Тілеумағамбет молла деген шығарған Қарақалпақстан облысының Мойнақ районында тұрушы Тасымбетов Сапарбай деген кісі жыр қылып айтып халыққа таратқан. Мен сол кісіден 1944 жылы жазып алып үйреніп, халық арасында айтып жүрмін. Бұл Барақ батыр 275 жылдар шамасында болған бізден бұрын. Бұның дастанында қазақ халқы қалмақ халқыменен шектесіп, қалмақтан барымталап мал алып, қолға түскен малдарын қайтып бермеген. Ол заманда Бөкенбай, Есет, Жәнібек деген қазақтың батырлары бар екен. Солардың атқосшысы болып атын ерттеп, жүретұғын Түгел дейтін кісі бар екен. Түгелдің 80-ге келіп үлкейіп келген шамасында ана батырлардың өтіп кеткен дәуірінен кейін қалмақтар өз алдына бір бөлек ел болып, бастарын құрастырып, кешегі бір өткен заманда қазақ деген халықта кеткен бірталай малдарымыз бар ұқсайды. Сол малдарымызды қайтарып алсақ қалай болады деген қиялменен Қарақалмақ Қатыспан деген бір қалмақты қан қылып, Алакөбек дейтұғын бір қалмақты батыр қылып, 6000 қол жинап Алакөбек батырдың алдына салып, мынау қазақтың еліне аттандырып жіберіп жатқандағы жері. Бісміллә деп әуелі қолыма қалем алайын, ақ қағаздың бетіне қарада сияй жағайын, сөйлейін деп толғасам, сөзге де толық сарайым. Арқаның алпыс саласы, жалпыда жатқан даласы, байтақта жатқан қалмақты мекенінен қозғапты. Біздің де қазақ баласы, сөз сөйлесем осылай, келеді сөздің арасы. Жалған десең мұның шежіреңнен қарашы, асудың аспас белі бар, Сібірда деген ері бар. Қарада қалмақ дейтұғын, жұрт сұраған қаны бар. Алада көбік дейтұғын, елді де шапқан ері бар. Қарада қалмақ желегіп, халқына жарлық салады, елін жинап алады. Аттануға қазаққа бар мекен деп талабы, қол жиылып қалмақтан 6000-дай болады. Аттанды қалмақ белменен, қазақты шаппақ желменен, рауан жүріп келеді. Қосқандағы көзінің жорыпта жүріп кеткен жолымен, 6000-дай қолменен ізіне түсіп қазақтың ат жеңілдеп мінеді. Ежелгі жауым қазақтан кегімдің қалам тебеді. Сол күндері қазағың бейқұтта жатқан келеді. Үстіне келген қалмақтың хабарын сезген жоқ еді. Сол күндері Түгел қарт 80-ге келген кареді. Әруағы зор еді. 80-ге келген Түгел қарт бір күні жатып түс көрді. Түсінден әжеп іс көрді. Көп алтынның ішінде бір бөлек жатқан біз көрді. Күннің да шығар бетінде, елдің де аудақ шетінде бір айдахар келіп жүр. Айдахардың кейінінен иреңдеген көп жылан шағайын деп көріп жүр. Түсінен Түгел қорықты елін да жинап жүрді. Түгел қарт түс көріп, көрген түсін үш ананың баласының басын жинастырып, мен бір қолайсыз түс көрдім. Сіздерді жинағанда осы көрген түсімді жортайын деп бастарында құрастырып отырым. Негізінде елімізді бір торып жүрген дұшпан болу керек. Етірек қапыда қалмай, қамданып алдынан шыққаным жөн болар деп, өзінің көрген түсін жортып, мынау Түгел қарттың үш ананың баласын айтып тұрған жерім. Үш ананың ерлері келдіңдер қалқым жиналып, мен айтайын ойладып, мен бірді бүгін түс көрдім. Түсімде әжеп іс көрдім, көп алтынның ішінде бір бөлек жатқан біз көрдім. Күннің да шығар бетінде, елдің де аулақ шетінде бір айдахар келіп жүр. Айдахардың кейінінен иреңдеген көп жылан шағайын деп көріп жүр. Түсімде шайтан болмаса, елімде дұшпан тұрып жүр. Бірақ айдахардың үстінде бір ақ бұлыт төніп жүр. Төніп та жүрген ақ бұлыт ерлерімнің аруағы елімді жаудан қорып жүр. Қапыда қалма қазағым, қапыда қалсаң қазағым, көп алдына қаларсың. Шулаған қатын баланың алдына шықсақ жиналып, дұшпанға кетпес армай. Алада көбік аттанса, ауыр қолменен қаттанса, алмайда кетпес алмағын, салмайда кетпес салмағын. Бейқұтта жатқан қазаққа батырып кетер қармағын. Өлтіріп кетер ерімді, өлтіріп кетер ерімді, кесіп кетер желімді, сындырып кетер белімді. Жалғанда айтар демеймін, жетіде кәміл пірімді. Осы да түсті естітіп
енді де қалқы түйінді, елі де қалқы жиылды, жасылда туын көтеріп бір құдайға сыйынды. Сол күндері түгелдің 80-ге келген шамасы, тұл көтеріп түгел қарт болды да көптің ағасы. Түгелді батыр тұрғанда жасылда туды ұстауға ешкімнің келмей шамасы. 300-дің қалмай баласы, алаштаған ұранны Алладан жәрдем сұрады. Қалмақта қазақ екі жұрт ұрысуға сап түзеп қазада беріп тұрады. 6000 қол қасында, туылы қасып басында, адада көбі қалмағын жекпеде жекпе шығады. Міне бір келген қалмаққа ұлы жүздің ішінен шыға деген бір батыр қарсыда қарап шабады. Атаға нәлет ит қалмақ, міне бір келген шығанның қылышпен басын қағады. Одан да шығып қалмақ орта жүзге келеді. Батыр еді, ортада қалмақ ойнайды, ішіп таққанға тоймайды. Ортаға шыққан батырдың көзінде жоймай қоймайды. Кәпірді қалмақ тасады, әруағы асады. Ортаға шыққан батырдың қанында суға шашады. Ортада тұрған қалмағын қазақты қырып жапырып, нар түйеден бақырып, жылдамда келдеп шақырып, қарсыда қарап тұрады. Қазақтан батыр шықпады, шыққанын қалмақ мұқтады. Батырын қоса келің деп қазақты сөгіп боқтады. Сол уақыттары түгел қарт бұл найзаға сүйеніп, о баяғы ерлердің өткен ой жоқтадың ей. Әлгі аттанып келген ала көбік дейтін қалмақ ортаға шығып жекпе-жектеп, ұлы дүзбенен орта жүздің батырын шаншып түйреп құлатты. Енді қазақтарға жекпе-жекке шығып келетұғын кім бар деп айқайды салып тұрды. Бұған қарсы шыға қоятұғын қазақтан батыр болмады. Түгел қарт нағыларын білмей зарығып толғап тұрған жері. Есет Жәнібек, бүгін ба есет Жәнібек, жәрдем бол бүгін інің ай. Осы да бүгін ағалар, бір көрінсең көзім ай. Тарқады еді ішімнен менің де қайғы шерім ай. Қайтып та келер күн болса, жігіттік дәурен күнім ай. Сол күнім қайтып келмейді, қазасыз пенде өлмейді. Үлкейіп келген шағымда, байыпта тұрған бағымда, алада көбік тез келіп қартайғанымды білмейді. Жекпе-жекке шығып тұр бүкілді қазақ ішінен, қапырда туған шыққандай, тумаған екім бір бала, таппаған екен бір дана, тумаған бұстан ешара. Осылай деп ишара көккеде жылап еңіреді. Түгел қартың бұл сөзі құр жылап тұрған көз көзі, қамақта тұрған қазақтың құлағына кірмеді. Жанада түгел сөйледі, бір жаратқан құлайым, көзіңнен жәрдем сұрайын. Жәрдем берсең құлайым, пендегі бар ма уайым. Адада көбі қалмаққа, енді да өзім шығайын. Шығатығым баланы тумаса қайдан табайын. Атса бір өліп қалайын, не жаным бар қаяйтын. Ақшиетке қосылып ұжмақтан орын алайын. Бірақ қайтыр екен кеші жүз, сабырда етіп шырайын. Әнә көрген түсімді осы да бүгін сынайын. Сол түсімнен бір үміт, айдаһардың үстінде төніп та жүрген ақ бұлт. Кіші жүзден қалмаққа шықпастан екен бір жігіт, алладан болса бір пана, тапқанда бұлар бір дана. Кіші жүзден қалмаққа шықпастан екен бір бала, осыны айтып тұрғанда алада көбі қалмағын 200-ді жеңдім деп, кіші жүздің тұсына ат ойнатып барғанда, қабағын тастай түйілген, лашын құстай шүйілген, кәпірда жаулық қалмаққа шығада шаптыр бір бала. Жауға да шапқан баланың 18-те жасы бар, тиылған қара қасы бар. Жаста болса баланың 1000 балаға басы бар. Тап берген қара мұрты бар, ақ қағаздай көркі бар, астында ақ құс аты бар. Іскендірдей баланың басында біткен шақы бар. Қалмаққа шаптың айқайда өлімнен болып ой бейхабар ей. Бұл шыққан бала Барақ батыр еді. Сол кезде жасы 18 еді. Ортаға шыққан баланы қалмақ көріп адырнасын қолына алып атайын деп ары бері қарап еді. Жаңаспірім жас баланы атуға көзі қимай, бұда бір белгілі ердің бірі шығар, атып тастамай, бірақ аты жөнін сұрайын деп, мынау қалмақтың баладан сөз сұрап атқан жері. Баланы көріп қалмағың адырнасын құрады, атайын деп баланы, бірақ атпай тұрып баланың атыда жөнін сұрады. Сонда бір қалмақ сөйледі, сен ағылған баласын, оттайда қаулап жанасын, жас жаныңды аямай, маған неге шабасын? Ажалдың айдап келді ме, балада қайда барасың? Сонда да бала сөйледі, мен бір қазақ баламын, оттай қаулап жанамын, абайлап сөйле қалмағым, жаста болса аламын. Бет қалмақ сенің басыңды,
Атын жығама таңамен алдыма түсте желе бер, айтқаныма көне бер, тайынбаймын ұрыстан оқ, мынау астыңдағы қаратты бөлмейді тұрып бере бер. Сонда да қалмақ сөйледі алдымдағы жас бала, болада бермем масқара, ей болада бермем масқара, үмітің болса жаныңнан қарсыласпай қашпалы. Егерде қашып кетпесең қылармын енді масқара, осыда тұрған жеріңде алайын ба жадыңды, төгейін бе қаныңды, өзіңді қандай мен қандай білесің бе әліңді. Тарта сөйле тіліңді, қай қазақтың құлысын, қай батырдың сойысын, оқ жылдамда білдірі жөніңді. Сонда бір бала сөйледі, ей мен айтайын жөнімді, танытайын көзімді, алаулаған қалмағым, тыңдап та қара сөзімді. Сатып алды ұлымын, анамның аты Қарқарам, ол қазақтың мен бір туымын, нағашым зерттеп батырдың ежелгі елдің сойымын. Ұруым қазақ табынды, құдайым башқай бағымды, жіберуге келемін, жетіда тозақ түбінде бір шыбындай жаныңды. Осы бүгін аяба сен көзіңдегі барыңды, сен итпенен тіресе бүгін бір жазайыншы қарымды. Әне сол уақыттары қалмақ менің ата бабамды бұрын бекеннен қозғаған қазақ деген ел еді. Көзге түскен батыр сен болатын болсаң, әуелгі кезек менікі, соңғы кезекті сен аласың. Екеуміз атысамыз деп, барақпен екеуі кезектесіп, мынау қалмақтың айтып жатқандағы сөзі. Сонда бір қалмақ сөйледі, қарада қалмақ жер едің, ей арқаның алпы саласы, жалпыда жатқан даласы, байтақта жатқан қалмақты мекенімнен қозғаған сен қазақтың баласы. Соныңдан үшін қазақтан алуға келдім кегімді, қыруға келдім еліңді. Ұлы дүзбенен орта жүз, бұл екеуі жеңілді, ендігі қалған кіші жүз қызығымды көрінді. Мен қалаған жерден атамын, ол кезепте тұрған оғымды. Батыр болсаң тайсалмай, кәнеке қарсы бір қарап тұрынды. Сонда бір барақ сөйледі, мен қарсы бір қарап тұрайын, ала бір қалмақ жолыңды. Осының айтым ер барақ қарсыда қарап тұрады, қалмақтың атқан оғында бір тәуекел қылады. Тәуекел ердің жолдасы, пірлері болды сырласы, кәпірдің оғын тигізбей аса менен қағады, оқ жайына кетеді. Бараққа кезек жетеді, алада көбі қалмақты, енді да бала детеді. Шаншар жерін көзге алып, алдынан шауып өтеді. Сауыттың ашық бір жері көзіне түсіп кетеді, айнала беріп шүйілді. Сауыттың ашық жерінде лайсанды бала бұйырды, гаукардан соққан көк найза қармақта болып иілді. Түсіре алмай қалмақты көрді де бала қиынды, қазақта байғұс алдалап бір құдайға сыйынды. Найзасын ырғап толғады, атынан қалмақ аумады, кесегім менің бітті деп ол қалмақта қарап тұрмады. Бұда салды найзаны, адыртпасқа бұға бір садықта жатыр айланы. Екі арыстан айқасып нар мұрадай шайқасы, өлімге басын байлады. Айналды қалмақ бұрысқа, өтпегесін батасы қолында қойды қылышқа. Шапқанда қылыш кеспеді, атқанда оғы өтпеді. Алада көбі қалмақтың бұл жұмысы бітпеді. Әне балтаны найзаны салысып еді, бұнымен де бітпеді. Беліндегі алмасы барақтың есіне түспей, нағылар білмес аш жүрген уақытында әлгі Алабөк батырдың қолындағы қылышын көріп, беліндегі алмасының есіне түсіп, енді қайтадан Барақ батырдың Алабөкпен айқасып жатқаны. Сол уақыттары Барақтың беліндегі алмасы бір түспеді есіне. Бір уақытта ер Барақ жұмсағаны жау жарақ, ала көбі қалмаққа ұмтылды батыр аллалап. Тұрсында қарап бесіне, мінді да батыр күшіне, қалашты көзі көргенсін беліндегі алмасы. Сонда бір түсті есіне, ең айналып келгенше суырды Барақ алмасын. Екі да бөлді кеудесін, тастады кесіп белесін. Қалмақ аттан құлады, ұзынынан сұлады, алтындаған атының ұлғасы бар екен, еңкейіп аттан алады. Қанаты бар қаратты жетектеп алып шығады. Батырың болса қалмақтар және де келдеп тұрады. Мұны бір көріп қуанып, қазақтың белі шығады. Өліп жатқан қалмақтың қаны да судай ағады. Жасырынып қазақтан сайсалаға бұғады. Ерлікті Барақ асырды, дұшпанын жеңіп қашырды. Қартайса да түгел қарпыда бір қырып келеді. Айтпайдан ағып кетейін, мен сол секілді асылды. Келеді қуып қазақтар, барады қашып қалмақтар. Қашқанда жауға қатын ер, батырда болып кетіпті. Алада көбі қалмаққа шыға алмай тұрған шырақтар. Қалмақта қашты қаладан, 18 жасар баладан. Қаладан қашқан қалмақты қуды бір қазақтарадан. Бір уақыттары болғанда ер Барақтың қасына жетіп та келді бір адам, иманда жүзбен нұрлы адам. Қолыңдағы найзаңда, ей баламда бер деп сұраған. Бұл адамды көрмейді әлгі қаптарда жүрген көп адам. Қолындағы найзасын Барақта батыр береді, бір екенін біледі. Қалма балам жүре бер, менің қызығымды көре бер деп алдындағы қалмақты қырып та жойып келеді.
бақы қырып болғасын, әлгі бір алған найзасын бараққа қайтып береді. Мен әзіреті қыдыр бабаң деп, ол қайыпта болып жөнелді. Бір уақыт болғанда күн кеш болып еңкейіп, бір мезгілде таң атқан, таң атқасын түгел қартоң жасадым жұртын жинатты. Әне ала көбікті отырғасын жерде түгел қарт, ертеңіне таң атқасын ел жұртын жинап алып, япырмай, кешегі бір бәледен құтқарған бала кім еді? Сол баланы маған тауып келін деп көпшіліктен сұрап түгел қартын толға батқан жері. Bir balаны қазақтан табанмадым қармалап, 200-ді жеңдім деп, кіші да жүздің тұсында ат ойнатып барғанда шыға шапты бір шырақ. Осы сөзім жалған ба, алада көбі кәпірді, жұртты да құртқан батырды өлтіріп еді боршалап, 2 бөліп кеудесін, тастады кесіп келесін, астындағы қараты алып та шықты жетелеп. Мен бір дәкеңіз айтайын, бұл сөзімді салғылақ, бұл дүнияның жүзіне 2 да барақ шығар деп, аянда берді әруақ. Әуелгі барақ дегенім, қоныстың құлық құл барақ, заманында ер болып өтіп та кетті ол барақ. Екінші барақ дегенім, сатып алды қылып бұл барақ. Кешегі бала сол шығар, осы көпте тұр шығар, алдыма менің алып кел. Қандай екен көреген, ақ батамды берейін, жасылда толы көтердіп, мен алдыма салып жүрейін. Әрді өлтірген бала осы кішісінің қаяғында деп көпшіліктен келіп сұрап еді. Бүкіл қазақ болып кеңесіп, мынау барақ батыр түсініп атқандағы жері. Қазақ бір кеңес құрады, тілегі қабыл болады, алада көбі қалмақты өлтірген бала қайда деп кіші жүзден сұрады. Сол уақыттары кіші жүз барақ деп ұран салады, барақтың ұран болғаны сол заманнан қалады. Кіші жүздің ішінен баланы іздеп табады, түгелді қартың алдына балада жетіп барады. Көрді барақ батырды, алдына түгел шақырды. Көремін деп көп қазақ баланың үстін жапырды. Сол уақыттары түгел қарт мына кейін тұр деп ақырды. Өлтірген бала сен білсің, алада көбі қапырды. Қайырлы қылсын құлайым, басыңа біткен шақырды алдымдағы баламай. Аллада болсын панаңай, рахмет болсын Алладан, сені де тапқан анаңай. Көрсең де түсің батымды, балдайда сөзің татымды. Ата бабаң нағашың, білдірші маған баршасы, сенің кім дейді қойған атыңды. Сонда бір барақ сөйледі, қартайсаң да бабайым, ақылға толық сарайың, сізді да жауға жіберіп мен қалайша тұрайын. Мен айтайын жөнімді, танытайын көзімді, кіші жүздің ішінде табын дейді сатымды. Сатып алды баласы, барақта дейді атымды, анамның аты қарқара, жібермен жауға ақымды. Алталашқа белгелі нағашым серпеп батырды, Аллада жәрдем берген соң өтірдім қалмақ кәпірді. Көрейін деп атамды, алайын деп батаңды, алып та келдім жетектеп, қанаты бар қарату ау түстірген жаудың атымды. Әлі 18 жасар барақтың айтқан сөзін естіп, түгел қарт барақ батырға мынау қата беріп тұрған жері. Алдымдағы барағым, құттыда болсын жарағым. Кәпірді жауға барғанда көтерілсін талабың, үстіңе сауыт тимесін, кәпірдің оғы тимесін, кәпірдің қолы жағаңа ұсынғанда жетпесін. Жүргенде жолың ашылсын, ұрысқан жауың басылсын, қарсыласқан дұшпаның аяғыңа басырсын. Атыңда шығып жаһанға топырағың шашылсын, жет атаңа барғанша сары алтындай азбайтын, айнымайтын асылсын. Даража бергей басыңа, өмір бергей жасыңа, қайда бірен қыршылтен жолдаста болсын қасыңа. Қолымдағы жасыл ту байлап табадан берейін, сен кәпір жауға барғанда келбіретіп көтерсең, ақсарбас қу болып әруақ қонсын басыңа. Таңда да башқұр болғанда әулие болып жүртпін деп шырақ жансын басыңа. Осылай деп түгел қарт бараққа берді батасын, қабылда болған батаның бармада мұның қатасын. Қанаты бар қараты түгелде қартқа мінгізіп сыйлады батыр атасын. Сол заманнан атанып барақта батыр болады, ала көбікті өлтіріп басына бақыт қонады. Ол жаққа батып көп қазақ еліне қара ой қарады. Барақ батыр дастанының 2-ші бөлімі. Бұл бөлімінде Барақ батыр Алакөбікті алғасын, Алакөбіктің елін іздеп, 40 жігіт ізіне ертіп, бұны түпкі тамырынан құртпасам тағы бір күндері бейқыты уақытысында елме ұлаңсалар деп, қалмақтың елін іздеп кетіп бара жатырып, жолда қия шөлге шығып кетіп, аттары көздері шөлдеп, нағыларын білмей, мынау тарығып тұрған жер екен.
аттандым қалмақ жеріне, көмекті бер деп айтпадым алаштың байтақ жеріне. 40 жігітке бас болып, ерлігіме мас болып, түгелді ерден баталып, алада көбі қалмақтың келемін түсіп ізіне. Шұбырған ізден адасып шығып та кеттім шөліне. Атаңа нәлет ит қалмақ кеткенде екен қырасып, суды бір құйып күбіге. Бұл жерлерге келгенде ажадым шөлден болды ма, бұғанда енді ілаш не? Мінәжат етіп сыйындым бір жаратқан көзіңе, жаратып өзің шығардың бұл дүнияның жүзіне. Құлым десең құдай-ай, аспаннан жауын жаудырып, бір қандыр рахмет бөліңе. Мен су таба алмай шөл дедім, жол таба алмай мен дедім, тілегім деп берместей сүйместі пендек бедім. Ылдиы жоқ, көрі жоқ, құмекиен құлдала, су біте тұғын шері жоқ, атаунатып алатын жебелек жусан шөпі жоқ. Шығып та кеттім адасып құмекиен далаға, енді бір қайтып болама, жаяудан айтап аттарын. Қалмақтың елін таба алмай барақта қайтып келді деп, қалдырма мені табаға, отбасында отырған қатында менен балаға. Құлым десең құлай-ай, аспаннан жауын жаудырып, бір тигістеш қолымды о қалмақта салған қалаға. Әне су таба алмай нағыларын білмей тұрғанда қазандай қарап бір бұлып ойнап шығып, су сарқырап ағып, атыменен көздері суға қанып, енді кеуілдің қайғы кетіп қалмақтың ізіне аттанып жолға шығып жатыр. Сол уақыттары болғанда тілегі қабыл болады, кеуілден нұрға толады, қазандай қарап бір бұлыт жауайын деп торлады. Бұлыт ойнап келеді, жауа құяп келеді. Бұл кераматты ереді, тарыққанда осындай тілегін құдай береді. Су сарқырап ағады, шөлдеп тұрған атының ауыздығын алады. Атыменен көздері суға да қанып алады, суға да қанып дем алып, екінда еру болады. Суға қанып алғасын кеуілден қайғы кетеді, қалмақтың көрді қарасын, түтіні шыққан қаласын, қаланы батыр көргесін, қолына алдын айдашын, башыда қылған алдына досы бейдей ағасын, шабайын деп қалаға қайрады батыр жолдасын. Көбір күліп тұрмады, мекенде етіп қылмады, құмекиен даласын. Жолдасына ер барақ біразғантай толғасын. 40 жігіт жолдасым, ақылдасым, сырласым, ей сіздерді жауға қалдырмас кесілмес деп бұл басым. 40 жігіттің ішінде досекің башы ағасын, ақыл тауып беретін сен ақылға данасын. Бір көрсетші досекі ақылыңның пайдасын, осы бүгін інеңнен қалмаққа тидір найзасын. Биікке шығып қалмақтың мен көріп тұрмын қаласын, қаласын бұзып қиратып, шығайы қайдап қалмақтың қатында менен баласын. Іздеген жауым табылды, құлайым ашқай бағымды, алмаймыстың жігіттер аулап та келген ауыңды, жаулап та келген жауыңды. 40 жол барсын шабыңдар, қайтармай жаудың тауыңды. Кел жігіттер тиелік, алладан жәрдем тілелік, ей жауға да қарсы тимесең, тұрмайық енді бөгеліп. Уайым қалмай жігіттер, бүгінда соғыс етелік, ат тізеден қан қылып, өтсекте шейіт болармыз, аруларын күн қылып, ат көтіден ой салармыз. Әне енді Барақ батыр әлі де қасындағы жолдастарына қарап, қапыл қалмайық, тезірек шабайық деп қайтадан толғап тұрған жерлер. Тұтқында салып қалмаққа, от жіберіп шарбаққа, қанында төгіп қалмақтың жіберелік дозаққа. Жауды да көріп, ей соғыспай болмайман намыс Бараққа. Кел жігіттер тиелік, ертелі күнді кеш қылып сапарымды ұзатпа. Хабарда алса бұл қалмақ өтіп та кетер ар жаққа. Сібірден өтіп кеткесін қиында бұлар алмаққа. Көбір қылып тұрмалық, өзімді бастап шабайын. Ердіңді ісі тәуекел керекпіз сергі уайым. Кәпірдің атқан оғына өзімді қарсы тұрайын. Қаласын бұзып қалмақтың, ей бір тауда сөйледі, ай Барағым, Барағым, ойнасын жауда жарағың. Жасы да үлкен ағам деп, ақылға данам деп, ағаңнан ақыл сұрадың. Ақылыма шыдасаң мұратыңа жетерсін, сабырлық қылсаң қарағым, сабырлықты біз саралтын, есіткен жоқ па құлағың. Сабырлықпенен ысқылсаң асылда бұлар мұрадың. Жауғарасын көрген соң алғырда бүркіт қырандай, көзіңді салып қараден, кәпірге келдік аттанып, айтамын ақыл сақтанып, айласыз батыр кезеулер ерлігінен мақтанып. Алада көбі қалмаққа тұрғанның жоғы тоқталып, екі да бөліп тастадың Шамырқанып шаттанып. Мұны да көріп қуандық, қазақта байғұс бақтанып, байлап та қару беліңе, жанаттанып қалмақтың келіп та тұрмыз жеріне. Шабалмас бұл көп бекер, ей жатқанда елге көріне. 40 жігіттің ішінде қалмақтың тілін білетін ысылған жігіт бар болса, жансыз да қылып қалмақтың жіберелік еліне. Батырлық деген 10 түрлі, ақиқат батыр бір түрлі. Ақиқат батыр сенетін алатын жаудың найзамен. 9да түрлі батырлық болады батыр айласы, айламменен ей қалмаққа алар біз оңай деп едім. Тар жерде ақыл беретін ағаңда достық мен едің. Жау бетінде тұра
болатын әруақты інім сен едің. Әзірше шаппай тұралық, барағым етпей балалық, жансызда болып қалмаққа біреуіміз баралық, өзі да болып қалмақтың барып та жарды салалық. Қазаққа кеткен аттанып, алада көбік батырың аман есен келеді деп сүйінші сұрадық. Біреудің кеткен баласы, біреудің кеткен інісі, ақтанып кеткен қалмақтың ата менен анасы. Алдынан шығар қуанып қыз келіншек башасы, қаладан аулақ шыққан соң аңдыта тұрып шабадық. Алаудаған қалмақты айламен сөйтіп аладық. Айламенен іс қылсаң сапарың сонда түзелер, айламен наша теңелер. Досыбей солай дегесін, аузында бірлеп 40 жігіт бір жерге қойды кеңесті. Мен бір айын қалмаққа құмарда болып мен тұрмын ит қалмаққа бармаққа. 9 жасар күнімде қалмаққа түскен мен едім, түйесін бағып қалмақтың 7 жылда жүргенмін. 14 жасқа келгенде қашып та елге келгенмін. Аяңдамай женейін, жұмсасаң барып келейін, қазамда жетпек өлермін. Егерде қазам өтпесе, алаулаған қалмақты қаласынан досы көк бір шығарып берейін. Әне Барақ батыр 40 жігітпенен ақылдасып, 40 жігіттің ішінде қалмақтың тілін білетұғын бір Тайша дейтін жігіт бар екен. Тайша, жұмсасаң барып келейін, жасымда осы қалмаққа түсіп кетіп едім, қалмақтың тілін білетін едім деп, жаңғыз өзі Тайшаның жолға аттанып шығып атырыпты. Тайша деген ер еді, айтулы ердің бір еді, қалмаққа қарай жол жүріп, алладан жәрдем тіледі. Жалғызда өзі Тайшаның тәуекел айтып келеді, желе шауып жөнелді, рауан жолға келелді. Барған күні Тайшаның қалмақтың мейрам күні еді, қыз келіншек жігіті жиналып тұрған кез еді. Сонда бір Тайша сөйледі, көп жиылған қалмақтан шүйінші сұрай береді. Аттанып кеткен қазаққа алада көбігі ер еді, аламаны көп еді. Қазақты шауып олжалап аман естен келеді. Жесір алып шулатып, аяқтың малды тулатып, қасындағы жолдасы еріп жүрген мен едім. Елімді барып қуан деп мені жұмсап жіберді. Түстік жерден алдымнан шықсында елім деп еді. Батырда сауғат десеңіз сұрағаныңды береді. Мұны өсітіп қалмақтар қаладан шыға береді. Тапқаны көлік мінеді, таппағаны жаяулап жүріп келеді. Тайша бір жарды салады, ақылсыз қалмақ нанады. Қаладан аулақ шықпасын аңдып тұрып 40 жігіт қаршығадай қағады. Еркегін қоймай қырады, қатқыз келіншек әйелін қаматтап ұстап алады. Олжаны сыртқа шығарып қалаға қайтып барады. Қазинеден жасауды сірелеп нарға артады. Қазинеден жасау малдайдап, шулатып жестір жандайдап, тілегі болып ер барағама сау елге қайтады. Барақ батыр қалмақтың елінің мал-мүлкін шулатып алдына салып айдап келе жатыр еді. Түндегі осылардан босанып біреу жарым қашқандары Қарақалмақ Қатысбанға барып хабарлап, елімізді қазақ деген бір жау шапты деп, мынау Қатысбан қалмақтың елімді жау шапты деген жерде үстіне қару жарағын асынып қазақтың ізіне қуып келе жатқандағысы үш нөкер қолменен. Сыбанда қалмақ ереді, бұда айтулы ердің бір еді. Қан болып көзім тұрғанда, қаласында қалмақтың дұшпанда келместер еді. Алада көбік батырды, қазақты шауып болжалап келеді деп жүреді. Бір күндері болғанда қаласына қалмақтың қашқанда қалмақ келеді. Елді де қазақ шапты деп Сыбанға хабар береді. Сыбанға мұны есітіп көк сауытын киеді. 5 күн қалдырмай бұны белге іледі. Қорамсаққа толтырып текшелеп салды шебені. 300 қалмақ қолменен басада қуып келеді. Сыбанда мүмкін көкленен маядай мойнын созады. Шапқан сайын қызады. 300 кісі қалмақтан бұна көк суын баста қозады. Басында тартса тұрмады, мойнында кейін бұрмады. Еті де қызып алғасын дегенін қалмақ қылмады. Көк суын тұрпар есірді, 4 аяғын көсірді. Кешегі елін шапқан қазаққа саламын деп кесірді. Айырып алып қалам дед, жас жетімменен жесірді. Астындағы суынға Сыбанда қамшы басады, күдерден күдер асады. Екі аяғы салақтап, екі көзі алақтап, із елінде шапқан қазақ оқ жететін қалмақ құсады. Әне Барақ батыр Қарақалмақ Қатысбан жақындағанда Жайық дейтін көзенің бойына жақындап қалып еді. Артына қараса бір будақтаған шаңды көріп, мына қалмақ ізімізден қуған екен. Енді қарсы қарап тұратығын біреуің жоқ па деп көпшілікке мынау Барақтың толғап тұрған жері.
жолдасым қырық жігіт, қуғыншы келді тұр жігіт, жауылда көрсе шабатын бәрімізде бір жігіт. Қалмақта қуған құстайды, енді рыстың қамын ет, бізге де жәрдем бере гөр, бір жасатқан құдайым. Жау келді деп шошынбай, аулықпай кеудім сабыр ет. Арт жағыма қарасам будақтаған шаң шықты, шаң астында қарасам бізді бір қуған жау шықты. Алдымыздан көлденең ағытта жатқан су шықты, Досекең басшы ағасын осы бір қуып келатқан. Қарада қалмақ дейтұғын қаттыдасыған болмасын, бір жолықпай кетер ме ізімізден қуғасын. Қаттыдасыған қалмаққа қырық жігіт жолдасын, қайысың тұрып қаласын. Арыстандай жүректі, жолбарыстай білекті, қаттыдасыған қалмаққа қарсы бір тұрып қалатын батырда жігіт керекті. Осы сапар Досекең сіздерге бердім кезекті, бермейсін бе жігіттер батырға мынау көмекті. Не де болса Досекең мен сіздерге бердім кезекті. Әлі сол уақыттары Досыбай, ашырағым жауды көрсе ысылып, талай айқастың ішінде болып жүрген көзің тұрып қалмасаң, мына кәпірге тұрып қалатын адам жоқ қой деп, не де болса көзің тұрасың деп бараққа ұсынып атқан жері. Сонда бір досы сөйледі, бар жердің ақыл табатын, ағаңда достым мен едім, жау жағымда тұратын, әр уақыт інім сен едің. Алада көбі кәпірді, ат үстінен құлатқан қазақтың артық төлеудің. Тек билігім болмаса, мен күш қайратқа кемедім, қасымдағы қырық жігіт беріп та жүрған көмегім, қасымда жүрсе барағым жау қалдырмас деп едім. Жау көрінбей тұрғанда сен бір қыстың менен тең едің, жау қарасын көргісін алғырта бүркіт қырандай көзіңді салып түредің. Жаулыда жерде сыналған, қаһарлансаң жан қалмас қолыңдағы құралдан. Шыныда батыр керімсін, қаратастан жаралған, қайшада жауды көрсең де айнымаған жүрегің. Беріп та тұрсын бұл жерде қырық жігітке кесегін, берсең де бұлар ала алмас, жалғызда тұрып қалалмас. Буынғанның беліне балдағы алтын ағалмас, сіз тұрғанда бұлардың ешқайсысы қалалмас. Жасыңнан бірақ аттанып, шамшырақтай тұтанып, аттанып елдің қалмаққа, түгелді елден баталып, артымыздан қуғыншы жау келеді тақалып, артымыздан жау шығып, алдымыздан су шығып, біз қадарымыз шатады, кетмесін жауға арыңыз, бір алла болсын жарыңыз, келе жатқан қалмаққа өзіңіз тұрып қалдыңыз. Әне сол уақытта барақтың Досыбек айтып атқан сөзі. Сонда бір барақ сөйледі, 18.000 әлемге панада болған құдайым, өзіңнен жәрдем сұрайын, жәрдемде берсең құдайым, пендеге барма уайым, олай десең Досекең тіліңді аға алайын. Бұл секілді қалмақтың мен жүрмін қол көріп талайын, абырой берсе құдайым, жаңа бір олжа қылайын. Ит қалмақты өлтіріп басын баудай қағайын, қырық жігітім барыңыз, бір алда болсын жарыңыз, судың да белгі жағында қалмасын олжа малыңыз. Барағының сау болса дұшпанға кетпес арыңыз, Досекең жолға бастаңыз, аман болсам Досыбай жау келді деп саспаңыз. Қазамда жетсе өлермін, ақтыңда жолын көрермін, егерде қазам жетпесе ағытта жатқан жайыққа атымды жалдап өтермін. Көп ұзамай сіздерді артыңнан қуып жетермін. Досыбай жайық өзенінің өткелін тауып алып, мал мүліктерін ар жағына өткеріп кете берсін. Енді қарсы қарап тұрған Барақ батырдың алдына ізінен қуып келе жатырған Қарақалмақ Қатысыбанның келе жатқандағы уақытысы. Сол уақыттары болғанда бір аллаға сыйынып, барақта жылап тұрғанда шаңдаспанға суырып, астындағы суымен ізінен келді қуынып, 300-дан нөкер қолменен ізіне жетті қуынып, жақындап келеді қалмағын қабағы тастай түйілген, алашын құстай шүйілген, екпініменен қалмағын тауларды тастай үйірген, келе жатқан қалмақтың келбетіне қараса, басы да қара қазандай, кірпіктері сабаудай, екі да көзі қалмақтың жанып та тұрған панардай. Мұрнында байқап қарасаң шөгіп та жатқан маядай, аузында байқап қарасаң қазып та қойған ұрадай, көріміне қарасаң балшықтан үйген моладай, ал аузындағы шылымы бұрқырайды тұмандай. Әр саусақтың сарасы жаңада туған баладай, келеді жатқан қарғыны арқадан соққан бұрандай, азуда тісі ақсиып күркірейді қабандай, түгі шығып сыртына ысқырады жыландай, астындағы көк суын бұлтылдайды қояндай, екі көзі алақтап, екі аяғы сарақтап, елінде шапқан батырдың қуып та жетіп баялдай. Келе қалмақ сөйледі, мен бірде келген алашын, жазып та келген құлашын, алашынның алдында қарғада тұрар болар ма, нағылып жүрген баласын, елімді шауып бүлдіріп қайда бір қашып барасын, ат жөніңді жылдамайды, сен қай қазақтан ой боласың. Ана сонда Барақтың айтып тұрған сөзі.
Сонда бір барақ сөйледі, келдің де қуып қалмағым, сен де көп тұр алмағым, кәпірда болдың сен қалмақ, дегенін етпей алданның, сол себепті жауладым, жаулығым әлі біткен жоқ, жағаңнан қолым кеткен жоқ, әлің келсе алып қал, көзіңнің қырын салып қал, оу жайықтамалың өткен жоқ. Мынау Сыбан қалмақтың айтып атқаны. Қазақта деген ел едің, ежелгі жауым сен едің, байтақ бір жатқан елімді қазақта шапты дегісің, басада қуып келемін, алада көбік батырдың ағасы Сыбан мен едім, аттандырып қазаққа алада көбік інімді, ода барып бір жерден шапқанда шығар еліңді, өлмей тұрып тастап кет қатында бала жанымды, қайтармасаң төгемін бір қасықтай қаныңды, менің атым Сыбан ер қашаннан жұтқан мәлімді. Ане Барақ батырдың сөйлеп атқандағысы. Ал сонда бір Барақ сөйледі, ей жасыра болма қалмағым, мен бірден де мәдет сұрармын, Сыбанда болсаң бола бір, мен де бір саған құмармын, көп сөйлеме ит қалмақ, басыңды жерге тығармын, өзіңнің кесіп басыңды атыңды олжақ қылармын, сұлуыңды күл етіп, тұлымыңды тұл етіп, ат көтінен мендірген Барақтан атты баламын, өзіңменен жекпе-жек бір айқасып қаламын, әліңді кесе алып қал, көзіңнің қырын салып қол, алада көбік ініңді жекпе-жек шығып көтірген Барақта атым танып қал, сен бірде келген доңызсың, қарсы бір қарап тұрайын, менің аяғымнан шалып қал, алада көбік інің мен өтірдім дегесін берейін қабар қалмақтан, қатуланып қаттанып қан жаудырды қабақтан, талапта етті қалмағын алада көбік батырдың, алуға қанын Барақтан, қорамсаққа қол садып қартайда оғын боратқан, жығамын деп Барақты бір атқанда онатқан, атқанда оғын тегізбей бірлері қағып жоғалтқан, кераматты кереді құлайым артып жаратқан, қабылда болған секілді баяғы түгелдің берген батасы, қабылда болған батаның бармада болған қатасы, болып еді түгел қияметтің атасы, қасында жүр баланың алдыранды қоласы, қабыл еді қашаннан баланың башасынан ақ тобасы. Міне осы жерде қалмақпенен Барақтың екеуінің қылыштасы байқасып атқандағы жер. Балтаменен салысты, қылышпенен шабысты, күшіменен қарудың бәрі бір қирап қалысты, тастайда беріп қаруды жағаға қолды салысты. Қатты Сыбан ақырып, Нарбурадай бақырып, қақарланып, шамданып, бермеймін деп намысты, екі батыр айқасты, нар түйедей шайқасты, бірінде бірі ала алмай, алладан алатын амал таба алмай, бір талай жерге барысты. Болысатын адам жоқ, Алладан басқа пана жоқ, қанша ұрысып жүрсе де етіне түскен жара жоқ, жағаласып келеді, асылда туған Барақтың ерлігінде шама жоқ, Сыбанда қалмақ береді, артықта туған төреді, жағадан ұстап батырды көк үргіттей бүреді, атыменен сүйреді, пірлері жәрдем берген соң түсірең алмай келеді, қайғырын қыршылтен кел деп те жәрдем береді, беліндегі алмасын суыраң алмай жүреді. Бір уақыттары болғанда Барақта мінген буырат тізесін жерге бүгеді, Сыбанда мінген көксуын қатты бір жүріп өтеді, атыда жүріп кеткесін жағадан қолы кетеді, айырылып қалды Барақтан, қолы кетіп тарақтан, енді айналып келгенше беліндегі алмасын суырды батыр қынақты. Барақ батыр беліндегі алмасын қынаптан суырып алып, мынау қайтадан Сыбан қалмақпен айқасып атқан жері. Бір айқасып қалғанда салып та қалды сағақтан, қан сұрғалап қалмақтан, мауыздады тамақтан, алмаста өтіп кетіпті шықшықтықпенен құлақтан. Шамырқанып шапқанда жау қалмайды болаттан, таудайда болған қалмақты Барағаттан құлатқан. Балықтай торшып қалмағын жаны шықпай тұрады, сол уақыттары ербарық аттанда түсіп қалады, басын кесіп қалмақтың ортында тесім ноқталап қанжығаға таңады, бір өзінің бір басының салмағы буырыл атының бөксесін қисайтып кетіп барады. Әне Қатты Сыбан көлгесі жердегі ізіндегі еріп жүрген көп қалмақтар Қатты Сыбанның көлігінің басында тұрып қалды. Сыбанда ерді өтіріп, басына бақыт қонады, көк суынды жетелеп қосарына алады.
қуып келген көп қалмақ қатысыбан көрген соң, ерлікті көзі көрген соң қатысыбан қасында бұлар да тұрып қалады. Ағып та жатқан жайыққа қос тұлпарды салады, сауырлықтан келмейді, салып та өтіп шығады. 40 жігітке ер бірақ аман сау келіп қосылды. Осылайша ретпен досты бей түзген ұсылды. Ақылға толық дос екі маңдайды түздеп келінді. Енді бір көшір қосынды, досты бей елге жөнелді, рауан жолға кенелді. Бірнеше күн жол жүріп еліне аман келеді. Атасы түгіл батырға көк суын деп береді. Жана батыр батанып, елге де батыр атанып, қош айтысып жөнелді. Атқанда мылтық өтпеді, шапса да қылыш кеспеді. Кераматты ер болдым, ақ некесі болмаса, кісінің жарын сүймеді. 40 парызын тамамдап қалдырмай өтіп жүреді. Егескен жауып болмаса, пендеге зорлық етпеген. Кедейлер жүр ғой қорғалап, көзінің жасы сорғалап, теңдікке қолы жетпеген. Артықта дәулет жимады бірдей болып көппенен. Кераматты ер болды, үстінен ұшпан өтпеген. Батыр барақ атанып, жайылды жұртқа хабары. Айшуа ханның тұсында Қызылбастың патшасы Нәдірше келіп қолменен қиюа шарын қамады. Қырдағы жатқан барақ о келді да мұның хабары. Қиюаның шарын Қызылбастың патшасы Нәдірше қамап, Қиюаның патшасы бараққа сәлемдеме жолдап жатыр. Атағы шыққан ел едің, біздің елді Қызылбас қамап жатыр, осыған жәрдем ет деп. Хан сәлемі келгесін жерде қасына досы биді ертіп, мынау барақтың аттанып бара шыққан жағы. Қырдағы жатқан бараққа келді мұның хабары. Келсінда деген аттады Қиюа ханның фарманы. Ей, досы бейді ерітіп аттанып барақ барады. Нәдіршені қашырып аламанын қырады. Нәдіршенің шолақ туы сол сапарда құлады. Құлақса салсаң жігіттер сөзімнің барма жалғаны. Нәдіршені қырған соң Қиюа ханны сыйлады. Досы бейді пей қойып барақта жарлық қылады. Үргөніштің байлары, бағыда бақша жайлары, алата шапан ақмақта қырғада шыққан жайлары. Үш мата менен бір шапан бажы төлеп тұрған берсін деген бараққа Қиюа ханның фарманы. Хан жарлығы болған соң бермеске барма амалы. Атасындай ер болып, арыстандай шер болып, барақтан асау туғаны, әруақ қоны басына атаның жолының туғаны. Құлақта салсаң жігіттер, сонан бастап шығадың, о асаудың барақ болғаны. Ей, Ажыда ханның баласы Әбілқайыр хан еді. Әділдігін сұрасаң, шалқымай жанған шам еді. Әбілқайыр төренің 5 баласы бар еді. Ашуақ есім Ерәлі, әділ менен тұрады. Әбілқайыр өлгенсің, хан болым елге тарады. Хан болам деп Ерәлі 5 балаға барады. Байұлының халқына Нұралы ханды құрады. Әділ менен жетіру Ашуақ ханға қалады. Ашуақ ханның дәуірі Нұралы ханнан босады. Күншілдік деген жаманыс жақындықты бұзады. Кішіда жүздің бәріне өзім сұлтан болам деп Ашуақ ханның ой қуадыңы. Ай, жырлай бүрсік жіретіп, сөзден сөз өніп туады. Барақтан туы ер асау, атаның жолын қуады. Асаудың жырып бір бөлек, кейінгі сөзді бір алық. Батырда барақ қастан, осымен тамам қылалық. Шежірелеп жүктеген, ертене ердің данасы. Құрастырған жіретіп, Тілеумағамбет білім бас, Жетірудің молдасы. Жатты білім жырлаған, мен Тасқынбайдың баласы. Алды бірген жыр ау өз атым, тыңдалсын дедім қалқыма, о атамның қалғыр бұрасы.